Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде біреуін жеу керек. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет, жарты стақаннан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, күйзеліс және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам күйзелісті күйге тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы, қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жас ұлғайғанда пайда болатын катарактадан қорғайды. Өйткені қызанақтың құрамында 2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтана алады. Қызанақ шырынын ішу қан қысымын төмендетіп, жүрек тамыр ауруларының пайда болу қаупін азайтады. Қияр мен қызанақты араластырып салат жасап жеу тағамдық әдетке айналғанын білеміз. Алайда 2 көкөністі араластыруға болмайтын көрінеді. Бірінің құрамындағы пайдалы затты екіншісінің құрамындағы қышқылдар құртып жібереді екен. Орыс ғалымдарының айтуынша, 2 көкөністің де адамға пайдасы зор. Алайда екеуін бөлек-бөлек жегенде ғана адамға пайдасы тиетін көрінеді. Қызанақ, қышқыл, ал қияр, сілтілі өсімдік. Оларды бір-бірімен араластыруға болмайды. Қызанақ қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі. Зерттеулерге сәйкес, қызанақ қатерлі ісік, әсіресе өкпе, асқазан және простата қатерлі ісігінің қаупін азайтады екен. Ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Қызанақты күнделікті жеу ас қорытуды жақсартады, өйткені олар іш қатуға да, диареяға да көмектеседі. Сондай-ақ қызанақ өттің төгілуіне көмектеседі және организмнен токсиндерді тиімді кетіреді.